Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз балалық шақта естелік болған балалар сүйіп жейтін сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Ашаған қамырдың рецепті мен описаниеда қалдырамын. Қарап дайындасаңыздар болады. Осылай домалақ бөліктерге бөліп аламыз. Сосискамызды да дайындап аламыз. Осылай видеодағыдай сосискаларымызды дайындайтын боламыз. Мен сосисканың ортасын екіге бөліп алдым. Өйткені балаларға жеуге удобно болады. Осылай форма береміз. Және қамырымызды тағы сосискамызды тағы 15-20 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Осылай. 2-3 рет формасын көрсеттім. Сосисканың өздеріңіздің қалауларыңызға қарап, басқа да формада жасасаңыздар болады. 15 минуттан кейін көтеріліп шығады. Осылай бетін жұмыртқамен малып, үстіне мен қара күнжіт септім. Сіздер сарысын да сепсеңіздер болады ма? Қолдансаңыздар да болады, қалауларыңызға қарап. Осылай әрлеп аламыз. Және қысып тұрған печкамызда менде 25-30 минутта 180 градуста дайын болды. Балалар сүйіп жеп, бәріміз ауыз ашқанда әдемі жеп алдық. Күшті болып шықты. Сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Мен үшін ол өте маңызды. Рахмет, ас болсын. Лайк, подписка күтем.